Бұқаны аткормға қалай таңдаймыз деген сұрақ. Бірінші, бұқаны аткормға алатын кезде породисті бұқа алған дұрыс. Етті породасындағы бұқаларды алған дұрыс. Одан кейін етті породасындағы бұқалар жоқ болса, бұқаны сырт келбетіне қарап таңдаймыз. Ол үшін қалай таңдаймыз? Бұқаның аяқтары қысқа болған жақсы. Соңын жуан болған жақсы. Одан кейін кеудесі жалпақ болған дұрыс. Кеудесі артқы бөлігіне қарағанда жалпақтау болғаны дұрыс. Сондай бұқалар жақсы салмақ береді. Алдыңғы көрінісінен бұқаның денесі жалпақ болғаны дұрыс мына жерінен. Егер бұқа жіңішке бұқа болса, соңын алдыңғы төсі мына жағынан ракурсынан тоже жіңішке болса, онда ол бұқа сүтті породасының бұқасы, ол оңайлықпен жақсы салмақ бермейді. Содан кейін бұқаның мүйізі болса, мүйізі қалың болғаны дұрыс. Сүйектері ірі, төсі жалпақ, алдынан да, жанынан да төсі жалпақ болу керек. Содан кейін бұқаның белі ұзын болса, ол онда тоже өте жақсы салмақ беретін бұқаның породасы.